Кезек туралы видеолар сала бермей, үйдегі душты қалай тазалағанымды көрсетейін. Кейбір адамдар бар, үйде отырсаң, үйде отырып қалды дейді. Жұмыс істесең, күйеуі бақпай ма, одан да үйіне, бала-шағасына қарап отырса болады ғой дейді. Бірақ қазіргі заманда үйде отыра беруге болмайды. Мейлі жұмыс істемесең де қосымша табыс көзің болуы керек. Тек қана күйеуім бақсын деп, күйеуге сеніп отыра бермей, қосымша бір нәрсемен айналысу керек. Өйткені біз әйелдердің бітпейтін мелочтарымыз өте көп. Кейде күйеуім сөйлейді, үйде отырмайсың, кезек тапсыруға қаңғырып кетіп қала бересің дейді. Үйде отыра бергенде не істеймін, бітпейтін тірлік бәрібір бітпейді деп, таза ауа жұтып келейінші деп, кезек тапсыруға шығып кетемін. Біздің душымыз әлі толық бітпеген, душевойға перде керек, аяқтың астына төсеуге кілем керек, және унитаз керек. 1 жыл бұрын бұл да жоқ еді, осыған да шүкір. Күйеуім кешке жұмыстан келіп, бүгін не іс бітірдің десе, бүгін де кезек тапсыруға қаңғырғанымды біліп қоймасын деп, осылай душымды тазалап қойдым. Енді күйеуім жұмыстан шаршап келіп, свежий душқа шомылып алатын болды. Еңбегімді бағалап, маған тіркеліп алыңыздар. Бәріңізді люблю.